Армысыздар ағайын, ұлттық арнада айтуға оңай. Бүгінгі бағдарламамыз 1 сәуір күлкі күніне арналады. Күлкі күштілердің қаруы дейді бір ойшыл. Осыны ертеден ақ білген адамзат баласы бір-бірін күлдіртуге, қуантуға қатып көңіл бөлген. Ежелгі римдіктер оны ақымақтар мерекесі десе, Шығыс Үндістанда қалжыңдау салты деп аталатын мереке болыпты. Бертін келе бұл мереке дүние жүзіне таралып, Франция, Англия, Америкада ақымақтар күні, Испанияда дөкірлер, Жапонияда қуыршақтар, Шотландияда тепкі күні деп аталған екен. Сөздің мән мағынасын терең түсінген қазақ халқында да әзіл қалжыңның орны бөлек. Әзілің жарасса атаңмен ойна деп еркіндік берілгенмен, қазақ қалжыңның орынды болуына ерекше көңіл бөлген. Бабаларымыз ойын әдемі әзіл арқылы астарлап жеткізе білген. Алдар көсе, Қожанасыр сынды кейіпкерлер қағытпа қалжыңмен қоғамдағы өзекті мәселелерді көтерген. Бүгінгі таңда қоғамның олқы түсіп жатқан тұстарын халыққа әзіл-сықақ театрлары жеткізіп жүр. Олардың ішінде Тамаша, Бауыржан шоу, Шаншар, Алдар аспан, өнер қырандары, Нысана, Базар жоқ, Шымкент шоу бар. Шығармашылық ұжымдар сан алуан тақырыптарды қамтып, әртүрлі кейіпкерлерді сомдауда. Әйелдердің образын сәтті ойнап жүргендердің бірі Берік Тұрсынбеков. Бесілге шығар алдында отырып қана екеуміз адам құсап үйде келістік, мен саған айттым, іше бер, іш. Бірақ мен сен мас болып барасаң, мен оң көзіңді қысам, сол кезде сен арақ тоқтатасың деп келістік па? Келістік. Оды неге қыспадың сен? Мен сені қыса деген деп, ішеп атырым қыспайсың, ішеп атырым қыспайсың. Бекерге ма соқыр? Қыспақ түгіл соқыр болып кете жаздады қойын алайын ау. Қазір жұртты күлдіріп жүрген әзіл-сықақ театрлары, солардың бірі Шымкент шоу, Шымкент шоудың жұлдызы Берік Тұрсынбеков. Бекең бүгін бізде қонақта. Қарсы алайық. Нені көрсетіп атсыздар? Өзіңді кейде көресің ғой, Көп көрмеуге тырысам мен. Неге көрмейсің? Ол ешкімге ұнамайды негізі. Кез келген адам болсын, неге ұнамайды? Халықтың өзі тойда болсын, өзін көріп қалса қашып жатады mesela. Қашып жата ма? Камерадан ешкімге ұнамайды. Өзіңе ұнамайсың ба өзіңе? Мен өзіме ұнаймын. Иә. Бірақ телевизордан ұнамайды. Сенің атыңды шығарған Күлпаш. Күлпаштың күлкісі. Енді көпшілікке бір ерекше жақын болып кетті, халыққа танытқан, Мүмкін. Жоқ, оны алып қашатын ештеңесі жоқ, ол солай ғой енді. Күлпаштың күлкісі бар ғой? Ол арнайы бір жаттықтырылған күлкі ма, жоқ өзінің табиғи күлкің бе? Оны көп жерде осы әшейін былай достарымда болсын бір кейде сұрайды да, соны дәл солай күліп берші деп. Шынымды айтайын, оны сол Күлпаштың киімін киіп орамалын тартқан ғана шығатын күлкі. Қазір күле алмайсың ба, мен мысалы күл десем? Оны мен енді сұрайтыныңыз біліп тұрып әдейі айтып жатырмын. Сондықтан ол жоқ. Ол үшін көйлегін киіп орамалын тарту керек, сонда ғана ол күлкі шығады, шынайы шығады. Жалпы қазір осы күлдіру, қоғамдағы күлдіру функциясын осы әзіл-сықақ театрлары алды мойнына, атқарып жүр. Енді жекелеген КВН-ді айтамыз, бірақ олар сіздердің деңгейге жетпейді. Біз солай ойлаймыз, бірақ енді жастардың көзқарасын қарайтын болсақ, жастарды тыңдайтын болсақ, дәл біздің жасап жүрген театрымыздан гөрі ол жастардың тез-тез айтып кеткен әзілдері, солар өтімді болып тұрады енді. Содан кейін бе, соңғы кездері шықпай жүргеніңіз көп жиі? Одан кейін емес, мені оның бір себебі бар, бір жылына бір концерт қойсақ та әйтеуір кішкене сапалырақ қылып. Осы журналистердің де несі бар, мысалға біз дүние жасаймыз, кішігірім әйтеуір өзіміз аннан табамыз, мұннан табамыз, кішкене дүние жасаймыз. Жат кеп сынаймыз. Сынайды оны, жат кеп сынағаннан кейін. Көңіл күйің болмай қалады сосын. Өтірік айтпай қысылып қаламыз кәдімгідей. Мына жақтан қысқаннан кейін бізге кішкентай определенный ғана кішкентай жер қалғаннан кейін сол жерде айналысуымыз керек болады да, сондықтан барынша әзілдерімізді ана сынаптан өткізіп, мына сынақтан өткізіп, солай сараптап, жақсысын ғана шығарып, бір жылға бір концертке тоқтағанымыз бар енді. Мен ойлаймын да, енді өмірі сахнаға шығып көрмеген, мысалға, елді күлдірем деп. Мына жерге біз енді журналист болып шыққан кезде елге бір ақпарат жеткізсек деп ойлаймыз, Біз күлдірсек деп ойлаймыз. Сіздер негізгі мақсат сонда күлдіреміз деп ойлайсыздар ма? Ал күлмей қойса қайтесіздер? Кейде күлмей қояды ғой? Күлмей қойса, оны басқа концертте апарып күлдіретіндей басқа жағынан сынап көреміз. Қалай табасыздар? Қайдан іздейсіздер? Халықтың арасынан іздейміз. Халық қазір неге күледі?
мысалға біз енді көбінесе журналистердің сынағы бізге түсіп жататын жаңағы отбасы ошақ қасы дейді, ең кішкене андай былапыт сөздер көп айтылады дейді. Енді бізге айтылатын сындар ғой, енді жан жақтан айтылатын. Енді былай қарасақ, оны біз жасанды қылып, мәдениетті түрде әдемі театральный тілде сөйлейтін болсақ, ол қазір көрерменге өтпейді, былайша шын айтқанда. Өтпей ма? Өйткені жасандылықты ешкім қаламайды. Ол жерде шынайы болып тұрмаса, сенің сөзің де халықтың арасында айтылып жүрген сөздерді айтып шынайы ойнамасаң, ол халықтың өзі-ақ қабылдамай қояды. Жасандылық өтпейді қазір, ондай театральность өтпейді қазір. Қазір шынайы ойнау керек тек. Ол қай театрда болса да, драма театрда болсын, кинода болсын, солай жасамасаңыз, халықтың көзі соқыр емес, бәрін сезіп отыр. Яғни қазіргі халықты күлдіру оңай емес. Сендіру оңай емес. Сендіру оңай емес. Күлдірем десең енді әзіл әрдеген бір айтып күлдіре беру оңай, оны қазір күледі де ертең ана жерге шығып ұмытып кетеді де. Сендіру сол оқиғаға сахнада болып жатқан сендіру, шын сенсе ғана күледі, шынайы күледі, айтпесе күлу мүмкін емес. Қазір солай болып қалды. Нан табу оңай болмай кетті десейші. Солай ма? Енді ол барлық жерде оңай емес қой, атам заманнан. Алмат Сақатов кезінде күлдірді елдерді, иә? Бауыржан шоудың құрамында бүкіл елді күлдіріп жүрдің, кейін қазір сериалға түсіп, әртүрлі рөлдерді ойнап кеттің. Комедиядан драмаға ауысып кеттің. Иә. Күлкі бітті ма, не болды? Жоқ, бұл күлкі біткен жоқ, бұл біз әртіс болғаннан кейін, әртіс әр уақытта актер болғаннан кейін барып, өнерде жүргеннен кейін ізденісі жоқ, актер ол актер емес. Ізденеміз да жаңағы, басқа бір жағынан көрейік деген, кейбір кезде бізде әзіл сықақта жүрген балаларды тек қана ыржалақтап күлгі береді, жаңа үлкен рөлдерді сомдай алмайды ау ма дегенде ортада актерлердің ортасында отырып қалған кезде сондай бір көзқарастар көріп қаласың. Сөз емес, бір әңгімелерінен нелерден байқап қаласың. Содан кейін ойнауға тырыстық енді былай. Ойнап шықтық. Мен өзім мысалы үшін өзім бүйтіп ойлаймын, нашар ойнадым деп. Біреулер айтады жақсы ойнадым, біреулер орташа деп. Сондықтан да ізденіс қой бұның бәрі. Ол басқа нәрсе. Иә. Бірақ уақыт өте келе, адамның жасы ұлғая келе, салмақтанатыны рас па? Өзіңе қарап байқаймыз. Салмақтанғанда енді былай уақытта адам ретінде салмақтанасың, сырт пішін ретінде. Расында бұрын мен шошақай болады, отыра алмайтын орында ше, бір отырған кезде бір қалжыңдап анда кет, мында кет. Қазіргі кезде анда-санда ғана орнына бір көтеріліп қоясың да, бірақ ішкі дүниең, ішкі бәрің сол қалпы. Әзілде өмірде мысалы үшін күліп жүрсең де, жылап жүрсең де, сол уақытың, сол жасың, сол күнің өтіп бара жатыр да. Сондықтан да көбінесе күліп жүргенге не жетсін дейміз да. Не жетсін, иә. Әркім әрқалай шығар, бірақ сіздің жаңағы айтқан сөзіңіздің жаны бар да. Жасың есие келе, әзіліңде өзіңде салмақтанасың, мен оны мойындаймын. Мойындайсыз. Мына мысалы үшін әзіл сықақтың әртістері, мен өзімді айтайын. Көбінесе біз өзіміз күлгенше басқаны күлдіріп жүруге тырысамыз. Өйткені біз сөйтіп үйреніп қалған достарымыз, ортамыз, біз жайында біз барған жерде біз қызық нәрсе айтуымыз керек. Тілек айтсақ, оны қызықтап айтуымыз керек. Bir жерге отырыста тұрған кезде бір қызық әңгіме айтып, соларды күлдіріп отыруымыз керек. Соған үйреніп қалғанбыз. Соған әртіс, әзіл сықақта жүрген әртіс өзін соған үйрету керек. Өйткені соған үйренсең, сен сонда өмір бойы тек қана әзіл жайында, әзілді ойлап, ертең нені айтам, мынаны былай болса, біреуден естіп қалсаң, соны алып, оны ары қарай күлкілі қылып жасап айтып бересің да, мысалы өмірде. Мынау жаңағы біреудің екі баласы бар екен де, біреу өмір бойы жылап жүреді екен де, біреу өмір бойы күліп жүреді екен жаңағы. Соң екеуінің егіз ғой енді, туған күні болғанда, біреу жылап жүретін балаға әдемі ойыншық ат сыйлаған ғой, екіншісіне сол аттың жүгенін ғана сыйлай салыпты да, жаңағы күліп жүретін балаға. Сөйтіп жылап отырған бала, жылап жүрген баланы келсе жылап отыр дейді да, мына ат ағаш, әдемі емес сияқты деп жаңа жылап отыр дейді да, ана жүген ұстап тұрған бала айтады дейді, маған әкем тірәт сыйлады деп жаңағы. Ат қайда десе, шауып кетті, жүгені ғана қолымда қалды деп. Өмірде адам күліп жүреді да, күліп жүргенге не жетсін дейміз да. Менен Берікке бір сұрақ қойсам деп тұрмын, бір екеуін. Мынау сахнада тіл мәдениеті деген болады, сөйлеу мәдениеті деген болады. Жаңа сіздер халықты күлдіру үшін автордың жазып берген сценарийінен өзгертіп, халықты жеңіл күлкіге қарай көңілін көтеру үшін сондай бір кейде бір әдепсіз сөздер шығып кетеді, журналистер соны жаңағы жазады деп асыз ғой. Осы тіл мәдениеті үшін қаншалықты сол пайдалы сіздердің жасап атқандарыңыз? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ мынандай. Ғұлама Абай айтады өзі, мына күлкіні арсыз деп. Соған қалай ойлайсыз? Журналист емес, міне әншілер көрдіңіз бе? Дәстүрлі әншілер осындай сұрақ қояды. Өзімізде енді бұл енді өнердің бір саласы ғой бұл да. Әзіл, сықақ, күлкі деген. Енді мысалы бұл күлу деген, мен ойлаймын, бұл күлу деген адам ұйықтау,
жаңағы тамақ ішу деген сияқты адамның бойындағы бір барлық адам қалыптасқан қасиет деп. Енді әрине сіздің сөзіңіздің жаны бар, мен оған қарсы шыға алмаймын, ешқандай ғұламалардың айтқан сөзіне. Ешқандай қарсы шыға алмаймын, күлкі арсыз дейді. Енді ол әр ситуацияға қарай айтылатын нәрсе шығар. Мысалы, арсыз күлкі болады, шынайы күлкі болады. Білмеймін, енді оны енді мен таңдауымдағы нәрсе емес қой бұл нәрсе. Оны әр адам өз таңдау керек, күлкісі келе ме, келмей ме. Жаңа Алмат аға айтпақшы. Сондықтан мен жауап беретін сұрақ емес бұл. Берік үшін жауап бере салуға болады ма? Айып етпеңіз. Дұрыс емес шығар, бірақ енді расында да Абай атамыз сөйтіп айтқан, күлкі арсыз деп. Бірақ бұл жерде күлкінің мысалы үшін бір өлімнің үстінде күліп жіберетін адамдар болады мысалы үшін. Арсыз күлкі деген бөлек болады ғой. Ол арсыз да, өйткені ұйқы да арсыз ғой. Ұйқы арсыз екенде біз ұйықтамай күндемей жүрмейміз ғой мысалы үшін. Ол уақытында тұрып, уақытында жатып деген сияқты көп ұйықтауға болмайды. Бір ненің есі ғой, сондықтан да мен ойлаймын, жаңа Берік айтты ғой, адамның ғана бойына берген күлкі деген адамның бойына берген қасиет. Жылқы күлмейді, ит күлмейді, мысалы үшін ешек күлмейді, тек қана адам күледі. Біз қаншама театр бар, қаншама адам соған ақша төлеп келеді. Неге келеді? Өйткені күлкісі келеді да. Ғылымдар бойынша адам күлген кезде ғана адамның миы демалады деген. Соны адам келеді де, әбден күліп демалып үйіне кетеді. Не үшін келген, бірақ өзі білмейді, не үшін 5000 теңге төлеген білмейді, бірақ соған келеді де, ақша төлейді, отырады да. Енді біз осыған келейік. Иә, күлкі адамның ол қажеттілігі деп санайық. Сіз күлмейсіз бе сонда, Рәке? Жоқ, күлу. Жоқ, бұл қажеттілігі, иә. Бірақ енді бізді қалай күлдіріп жүр? Мысалға Гаухар ханым, кім күлдіре алады сізді? Осы театрлар ғой, енді негізгі біз көреміз, осыларды тыңдаймыз, сахнадан концертке барамыз, немесе кім күлдіргенде, кім күлдіреді? Шаншар күлдіреді мені. Әлі кешен күлем мен көрсем. Сосын бір кейде енді жаңа Рамазан ағаның айтып отқаны, мысалы көп театрларда бір артық анай сөздер сөйлеп қояды ғой, соны айтып жатсыз ғой сіз. Мәдениеттен неғып кетеді деп, иә. Сол жағы енді таза болсын деп атқаны ғой ағамыздың айтып атқаны. Ал мысалы мен Шаншарға күлем, Шымкент шоуға күлем. Мен мысалы Шаншарды әліге дейін, баяғыдан келе жатқан нелерін бәрін біз арамызда бір приколмен сөйлесеміз да, әңгіме. Мысалы біреу келін болып түсіп қалса, баяғы Беріктің айтқан, орамалың құтты болсын сүмелек деп айтамыз. Сол Шымкентшіде айтқан, ол не үшін ол есімізде қалып кеткен? Шын мәнінде күлетіндей нәрсе болды ғой сол кезде, келін туралы ойнаған кезде. Нағыз қазақи ауылдың келін ойнаған кезде Берік енді өлтіріп ойнады ғой көрермендер, дұрыс па? Әліге дейін Берікті бәрі келін деп айтады. Бұл Беріктің өзі айтып берген, бір жерге тойға барған кезде, қалатын мен сары қалатының өзінің киесі бар дейді да, киелі. Алдына тағы. Соның дейді, соны киіп шыққан кезде бір шал жаңағы айтып болып орамалын тағып кетіп баратса, арқасынан бір ұртты да, тойдан кейін жолығайықшы деп. Шынымен ана шал бұны не деп ойлап қалғанда, жаңа келін деп ойлап қалған мысалы. Өйткені бұл өлтіріп ойнады келіннің рөлін. Сонда керемет ойнап шықты. Мысалы Джим Керри, ол қазір мысалы миллиардер дейді да, ауыз басын қисайтып бүйтіп ойнаған күшті деп бәрі. Аманғалияға қай жерге одан артық ойнамаса, мысалы Шрек кімдерді ойнаған кезде керемет ойнайды ғой. Мен соны Шректі бір күн салып отқанда сахнадан, ағам жерге жат тұрып күліп жатса, немесіне күліп жатыр сонша деп. Сол кезде мен Шректі білмеймін. Ағамның күлгеніне қарап, анам ойнағаннан кейін барып мен Шрек мультфильмін іздеп көрдім да. Сонша Шрек деген хит болып кетті, сөйтіп мультфильмді көрсем, сол кезде өліп күлдім. Сол кезде Аманғали Шректі емес, Шрек Аманғали салып отқан маған. Театрлар, иә, өзінің рөлін атқарып келе жатыр. Тым жаман деп айтуға болмайды. Әрине біз просто андай ғой, қоғамда болып жатқан, қоғаммен бірге өмір, біз солармен араласып жатқаннан білеміз, қалай не болып жатқан. Қоғамдағы нәрсені жасаймыз да, болып жатқан нәрсені. Ол енді көбінесе біз әдемі өмір сүруге, жаңа машақаттанып дейді ғой, әдемі өмір сүруге талпынып, жаңа әдемі көрсетуге тырысамыз. Ол на самом деле қоғамда болып жатқан нәрсе біз театрда. Бұл енді сахнада күлкі. Дос ағадан сұрағым келеді. Мынаны айтыңызшы, осы баспасөзде газет оқисыз ғой қазір. Әлеуметтік желіде боласыз, әдебиеттерді қарап отырасыз журналист ретінде. Сонда бір осы шын күлдіретін дүниелер азайып кеткен жоқ па? Олай деп ауызды құршаппен сүрте беруге болмас. Күлкінің де жаңа Берік айтып кетті ғой, келген кезде біз жұртты күлдіру үшін сахнаға шығамыз деп. Бірақ мен де ойлайтыным сол күлдіре отырып, күлдіре тұрып ойландыратындай, күлдіре тұрып жылататындай болу керек те. Сахнаға шығып тұрған образ, ана жұрт көріп отырып, кейде өзін көретіндей болу керек. Күнделікті өмірде өтіп бара жатқан дүниеде көз салуға мысалға, кейде ойлануға мұрша болмайтын жағдайды еркін отырып сахнада қарап отырып, ананы көріп отырып, ол сахнаға шыққан не үшін шығады? Қоғамдағы келеңсіздіктерді өте бір
жаңа күлкінді айтып жатырмыз мысалға, иә, күлкінің өзін арсыз деп Рамазан айтып жатыр. Ол арсыздық та, ұйқыда, тамақта, оның барлығы шамадан тыс артық болғанда, не нәрседе мөлшерден артық болған кезде, ол қашанда адамға артық зиян тигізеді. Сол сияқты күлкі арқылы қоғамдағы бар нәрсені ашып көрсету, адамға ой салу, жұртқа ой салу. Бірақ шын мәнінде қазіргі әзіл қалжың, қазақы әзіл қалжыңдар қазақ газеттерінде үнемі болатын. Қазір анекдот әзіл ретінде газеттің соңғы беттерінде ауысып кездеседі. Бірақ нағыз қайнаған ортасы меніңше әлеуметтік желілер секілді. Біздің келесі кейіпкеріміз сол әлеуметтік желіде елді ішек-сілесін қатырып, күлдіріп жүретін азамат Бейбіт Сарыбай. Сенің Фейсбукқа жазған посттарыңды астына елдің бәрі анандай смайликтерді қойып, біріне қарқылдап күлгендерін білдіріп, ішек-сілегім қатты деп жатады. Сен өзің сол жазған кезде мына сахнаға шыққан әртістер айтады ғой, біз күлдіргіміз келіп тұрады, күлдіргіміз деп, күлдіреміз деген мақсатпен шығамыз деп. Сен өзің жазған кезде сөйтіп ойлайсың ба? Мен қазір бұлардың бір ішек-сілесін қатырайын деп? Жоқ, менде ондай еш уақытта біреуді күлдірейін деген мақсат болған емес. Мен жалпы өзім мүмкін стилім соған жақын болған шығар. Мен негізі бір нәрсеге жазу деген ол неден туындайды? Ол жазу адамның ішке кірген ішінде бір нәрсе болады, мысалы, бір келеңсіздік ішіңе сыймай кетеді. Соны айналаңдағы адамдармен бөліскің келеді. Ол бөлісудің жолдары көп қой. Мысалға, өлең жазып жатып, мысалға біреулер ғашық болып қалады да, жаңағыдай сол өлең жазса, мен саған ғашықпын десе, оны елдер оқыса, жаңағыдай жеңілдеп қалады деген сияқты. Ал мынау енді келеңсіздіктерді осылай сарказммен айтқанда, бір тістеп айтқанда, сөйткен кезде адам өзі жеңілдейді. Мен сол жеңілдеу үшін ғана жазамын. Қалай жеңілдегеніңді көрейікші бір? Тойға барсақ, әйеліміз екеуміз жұрттар құсап кербезденіп отырмай, салатты салып жеп, бауырсақты алып жеп отырамыз. Етке орын сақтауды да ұмытпаймыз. Содан антракты болғанда өлтіріп билейміз. Ол бір приз, мен бір приз аламыз. Алған призді тығып қойып, тағы билейміз, тағы аламыз. Сөйтіп, тойға қосқан 15 мыңның хотя бы 5 мыңын шығарып аламыз. Мынау қай ішіге сыймай кетті. Бұл енді жай нәрсе ғой, енді кейде қызық болады, өзі отырасында, мысалға біреулер суреттерін салып жатады, сурет салғанда да бір жайдан жай салғың келмейді, астында бір нәрсе түрде салғың келеді. Бұны енді жеңіл нәрсе деп қарау керек, енді бұл бір үлкен бір мақсаттан, бір нәрседен туған емес, жай нәрсе. Бір елдің көңілін көтерейін деп ойламайсың ба? Негізі бар ғой, мына жерде сатира таза. Жоқ, ол дұрыс қой ол. Сіздің ғана басыңызда өтіп жатқан емес, қарапайым қазақтың басынан өтіп жатқан нәрсе. Бірақ оны әркім жаза бермейді. Бұның ішіне сыймай кеткесін жазып жатыр да бұл. Зато жеңілдеп қалды өзі, иә? Бейбіт негізі шындықты айтып отыр. Иә. Ол 15 мыңды екінің бірі апара бермейді ғой. Оның енді оны қайыру үшін тек жаңағы сыйлықпен ғана емес, қана дастархандағы бауырсақты да жеу керек, салатты да жеу керек. Сонымен қосқанда бір 10 мыңның ар жақ бер жақ шығады ғой енді. Мен өзім ойлаймын, негізі таздың маңдайына, пұшықтың мұрнына, бүкірдің арқасына, ақсақтың аяғына, шолақтың қолына күлуге болмайды. Өйткені ол кәдімгі адамның табиғи кемістігі. Ол табиғи кемістікке күлуге болмайды, ал басқасының бәріне күле беру керек деп ойлаймын. Мысалы ғана күлсең, кәріге күл дейді ғой. Сол кәрілерге күлген дұрыс, өйткені сол кәрілерге күлсең, басыңа келеді. Сен де кәрі боласың, ұзақ жасайсың. Кәрілер оған түсінбейді ғой, біз сондай мақал бар болғасын күліп атқанымыз, олар шынымен ренжіп қалатындар бар ғой. Содан кейін ана екі түрлі күлкі болады ғой. Жаңа менің мына күлкі енді бұл әшейін күлкі. Бұл мысалға ешқандай астар жоқ, бұл жерде жай ғана бір сәттік көңіл күй ғана. Біз астар тауып алдық одан бәрібір. Кейде бір астарлы дүниелер болады. Мысалға әзілдердің өзі сондай екі топқа бөлім. Мысалға бір астарлы әзіл айтайын, бұл енді өмірде болған оқиға. Күлкінің өзі екі түрлі болады. Біреу кәдімгі, мысалға адамның оның мақсаты адамның көңіл күйін көтеру. Бір сәттік көңіл күйін көтеру, жаңағыдай рахаттанып бір күлесің, күлкіден жаңағыдай рахаттанасың, ләззат аласың. Сол ол мақсат сол. Ал екінші күлкілер болады, олар күлдірмейді. Күлдірмейді, әшейін ғана мырс еткізеді, бірақ оның астары болады.
мысалға бір емші атамыз болған екен, жаңағыдай түшкіріп береді, баланы үйтеді бүйтеді деген сияқты енді бір бақсылық қасиеті бар бір атамыз болса керек. Соң көрші келіншек жүгіріп келіпті, баласын жетелеп алып келіпті. Ойбай ата, құрыдым деп. Не болып қалды? Мына кішкентай балам аузына жаңағыдай брестеңгелік салып жүреді, соны жұтып қойды деген ғой. Ойбай, соны не істеуге болады деп. Сөйтсе атамыз саспайды дейді, спокойно айтып отыр дейді. Айналайын, уайымдама, ана миллионды жұтқандар даман сен жүр ғой деп айтады дейді. Көрдіңіз бе, мысалы астары бар да, қарап тұрсаңыз. Бұның мақсаты кәдімгідей қатты бір адамды қарқылдатып күлдірмейді, жай ғана бір мырс еткізеді, бірақ астары бар. Ал екінші бір күлкілер болады, ешқандай астары жоқ, бірақ қатты күлдіреді. Біздің осы баспасөздегі осы сатираға болсын, соның жанрларына болсын, бұл қазір памфлет дейтін мүлде жоқтың қасы болып кетті, өзің қарайсың ба? Көңілің тола ма? Дәл қазіргі уақытта біз енді жаңағыда сатира театрлары бар, басқалар бар. Жаңа бізде ғана күлкінің бірінші мақсатына ғана көп көңіл бөліп кеткен сияқты, ол жаңағы халықтың көңіл күйін көтеру. Бір күлдіру, бір сәттік көңіл күйін көтеру, сол күлдіру бір сөзбен айтқан кезде. Енді бұл бір шетінен дұрыс. Адам енді өзі бір осыншама шаршап жүрген кезде, онсыз да ол проблеманы біледі, көріп біліп жүр. Жаңағыдай театрларға барған кезде адам сондай бір астарлы нәрсені іздеп те бармай шығар, енді бір сәт көңіл күйін көтеруге барады шығар. Сондықтан ол жаңа біздің театрларымыз сол жағына көңіл бөлгенде, жаңағыдай астарлы дүние жағы кішкене кемдеу болып жатыр. Енді бұл астарлы дүниенің кемдеу болғанын себебі енді бізде андай кәдімгі жазба сатириктер шын мәніне келген кезде аз. Сол аздығынан болса керек, мысалы біздің жаңағыдай Беріктерде, жаңағыдай Алматаларда барлығы жаңағыдай өздері жазуға көшті. Қазір шын мәніне келген кезде өйткені жоқ. Кәдімгі жазба сатирик мысалға. Өздеріңіз жазған көшкен жоқ, басынан өзіміз жазып келатырмыз. Енді жазып бергенде ол мынандай нәрселер болады. Оны жаңағыдай мен арнайы сахнаға лайықтамауым керек. Мен жазам ғой. Жазам, ол менің кетім. Мысалға қарайтын болсаңыздар, менде қазір көптеген нәрселер тұр. Оның ішінде астарлысы да бар, жеңілі де бар, бәрі бар. Менің мақсатым ол сахнаға лайықтап жазу емес. Менің мақсатым кәдімгі жазу. Ал одан кейін оны алу, жаңағыдай қою ол режиссердің міндеті. Ол ойнау, жақсылап ойнау ол актердің міндеті. Егер мысалға мен дайын қалпында сахнаға лайықтап жазып бере салатын болсам, онда ол режиссердің міндеті қайда? Режиссердің міндеті сол кәдімгі әдеби дүниені, оқылуға арналған жазылған дүниені соны сахнаға лайықтау, ол жаңағы режиссердің міндеті. Мысалға кезінде жоқ, біздікі негізі, біздің кінәміз, әртістердің кінәсі. Міне жазатын керемет, мысалы үшін жаңағы авторымыз бар, қазір. Жаңағыны мысалға шығаруға бола ма? Болады ол монолог. Кішігірім жатқан монолог, басы дастархан басында отырып жаңағы нәрсені істеу керек қой, қиын емес. Мен сізге баруым керек. Сөйтіп айтуым керек. Мысалы, бұл кісі басқа бір идея ойлап жүрді. Менің басына бір идея. Әр бас бір бөлек қой енді. Жаңа бір бас жақсы, екі бас одан жақсы деп айтып жатады ғой. Сол сияқты баруымыз керек та, бұл кісі жазу керек. Мен былай істесе қалай болады, былай істесе қалай болды, бұл жазып береді. Содан мен келіп айтуым керек. Мына актер былай ойнаған кезде мынаны былай жасау керек деп, бұл кісіні біз өзіміздің мамандығымызға үйретуіміз керек. Өйткені бұл оны оқымаған ғой. Театральный институт оқымаған. Бұл кісі журналист, керемет. Бірақ соны бізді үйрету керек. Мысалы, бізде авторлар бар. Өздері оқып, өздері сахнаға шығады. Толымбек аға, Көпен аға, мысалы, біздің кезінде менің әкем қайтыс болып кетті, Марат Сақат. Сол кісілер олар сахнаны білгенде, соған жазған кезде әдемі қылып жазады. Біздің авторлар бар қазір, бірақ оны өзіміз бар. Мысалы, толқындар, мысалы, ешкімдер барып, соларға отырып сөйлесуіміз керек те, үміттер, мысалы, жазады ғой, мысалы. Соларға біз барып айтып отырып, жазғаннан кейін алып келіп, қайтадан мынау дұрыс емес деп еңбек етіміз дейміз де біз. Сол байланыс керек. Бұған бармай өзіміз жаза саламыз, оңай бізге. Әншілерде де сондай ғой. Көптеген поэзияны оқығанда әдемі оқылады, оны әнге салғанда ол әнге келмейді, түспей қояды. Дәл сол. Өйткені қарасаңыз, көп жағдайда жабық дыбыстарменен көп жазылған кезде әншінің мына тынысын ұстап қалады. Әнге келмей қалады да. Сол сияқты кімнің айтып отырғаны дұрыс, барып отырып, ақылдасып, кей кездерде ақындар бір сөзі керемет, сөзін қимайды, осы қиыннан қиыстырып жазған. Бірақ әнге түспей қалғаннан кейін амалдың жоқтығынан оны ауыстыруға тура келеді. Сол сияқты мүмкін ақылдасып отырып шығырса әдемі нәрсе болады. Менің ойымша да енді мен әртіс емеспін ғой негізі. Бірақ неге қалжыңға жақынмын ғой бір табан. Біреуге тиіспесем жүре алмаймын, Берік біледі ғой. Мен ойымша былай ойлаймын да енді, Берік, сендерге біреу жазып бергеннен гөрі дұрыс олардың да жазған. Сендер көпшілік тойға барасыңдар, жиынға барасыңдар, күнде көпшілікпен араласасыңдар ғой. Күнде халық жүрген жер ол өмір, дұрыс па? Күнде шынайы өмір. Сол көріп отқан адамдардың ішінде бір қызықты бірдеңе болатын нәрселер болады ғой, бірақ сендер соны бір күліп аласыңдар да кейін мына кісі қатырда деп күліп кетіп қаласыңдар. Мен ойымша соны болған нәрсені бұрын оны ойнамағасын сен. Сол адамның несіне қарап, психологиясын, мінез құлқын көріп, соны түртіп жүрсе.
бейбіттен де сұрағым келген, сіздерден де сұрағым келеді. Бір қазақта енді бәріңіз де жақсы білесіздер, баяғыда қазақы қалжың дейтін бар еді, иә? Жезде мен балдыздың арасында, иә? Жеңге мен қайынның арасында, құрдастардың арасында. Солай емес па? Осы қалжыңды біз қазір түсінбейтін болып бара жатқан сияқтымыз. Осылай көріне ма сіздерге? Жоқ, әлде бұл менің өзімнің ғана ойым. Жоқ, былай ғой бізде. Бізде менің ойымша қазіргі бұрынғы қалжың қазіргі өмірдің жаңағы жылдамдығына, жаңа интернеті бар, түсінігіне, мына тәрбиеге, жастарға, соған біз өте алмай жатырмыз. Мынандай бір әңгіме бар. Бір қойшы қой бағып жүрген кезде, жаңа ақсақал үстіне бір вертолет қойған ғой. Үстіне жап-жас жігіт, бір 20-дағы жігіт шыққанда қолында планшеті бар, кепті айтты, ақсақал депті, сіз қойды дұрыс бақпайсыз деген ғой. Не болды десе? Біріншіден депті, қараңыз депті, мына теріскейдегі шөбіңіз, мына бағып атқан шөпке қарағанда жасыл депті. Екіншіден депті, мына сіздің кетіп бара жатқан жағында нелер жүр жаңағы, қасқырлар жүр депті. Соны білмейсіз. Мына қолдағы планшетті қолданбайсыз ба деп жаңа. Үшіншіден мен сізге жаңағы кеңесті сізге бесплатно бердім деген ғой. Сондықтан да мен гонорарым бір қой деп, қойды көтеріп кетіп бара жатқанда, айналайын, тұра тұр деген ғой. Біріншіден депті, теріскейдегі шөп енді ғана өсіп келе жатқан шөп депті. Оны қазір жеп қойсам, ертең атаң басын жейін ба депті, жаңағы қойлар жеп қойса. Екіншіден де ана қасқырдың жүргеніне 10 жыл болды депті. Ол мені біледі, мен оны білемін, қайда жүрген депті. Үшіншіден ана қолындағы итті жерге қой, андағы ит қой емес деп айтады дейді негізі. Өмірде біздің қазір әзіліміз сондай болып жатыр. Ескі әзіл менен жаңа әзіл. Біз былай өте алмай жатырмыз да. Өйткені жеңге мен қайны, жаңа бажа мен бажа деген нәрселер қазір кезде өтпейді, түсінбейді. Неге? Ол бұрын тамашада еді ғой, ол кезде қызық еді. Біздің тәрбиемізге байланысты ол. Неге күлеміз? Неге күлеміз? Неге күлеміз? Қазір дамып кетті ғой. Қазақы қалжың деген мәселеде. Қазақ қалжың дегенде біз қазақы дегеннен кейін қазақ деген сөз, ауыл деген сөз. Өзіміз журналист болып жүрміз қанша жылдан бері, ең алдымен сөзді байыту үшін, тіліңді байыту үшін, мынау мысалға құрдастардың қалжыңы, оның барлығы ауылда жатыр. Мен ауылға барған сайын, ауылда құрдастарыммен, класстарыммен араласқан сайын қанша бір керемет сөздер тауып қайтамын да, қалаға келген сайын түнере бересің. Қалаға келген сайын қазір бүкіл ауылдың адамы қалаға қашып жатыр да, сондықтан да бізге қалжыңның бар, әзілдің бар жұтаңдап жоқ болып, әрине қалада ондай мүмкіндік жоқ. Ауылға барсаңыз қайттан, тура сол жағдай. Мен 30 жыл қалада тұрып, міне 1 жыл болды ауылға көшіп кеттім осы Алматының маңайында. Қаладан ауылға барған кезімде ауылда сенбі күн, жексенбі күн жүрейінші, елдің бәрінің жүз жарқын, бір-біріне қарап, күліп, әзілдеп, қалжыңдап жүр. Қалаға қайттан келсем, қалаға келген сайын анау сұр үйлермен, сұр жолдармен бірге адамдар да түнеріп, бір-біріне уақыт жоқ зырылдап кеткен сияқты дүние. Өте дұрыс айтады. Осы ауылға барасыздар, құрдастарың туралы көп жазасың ғой өзіңде. Рахаттанып, күліп қайтасың. Солай ма? Әрине. Солай ғой? Әрине. Ал біз қалаға келсек, бәріміз қабағымызды түйіп алып, бір-бірімізден бір нәрсе сұрап алып бермей қойған адам секілді көреміз. Осының сыры неде екенін білмеймін. Біздің келесі кейіпкеріміз бар. Үнемі күліп жүреді. Соның құпиясын сұрайықшы деп арнайы шақырдық. Қарсы алыңыздар. Сіз айтады, ештеңеге ашуланбайды, үнемі жымиып жүреді, күліп жүреді деді. Біз айтты, сұрайықшы, білейікші құпиясын деп арнайы шақырдық. Білмедім. Ашуланатындай соншалықты бір жағдай болмаса, мен өзім не нәрсенің барын күлкіге айландырып жүремін. Өзіңізде күле бересіз ба, жоқ елді де күлдіріп жүресіз ба? Елді де күлдіре аламын, өзім де күліп жүремін. Мен сөйтіп күліп жүрейін деп те ойламайсың. Өзімнің бүйтіп үнемі күліп жүретініне де мән бермейді екем. Кейіннен барып осы адамдардан естігеннен не үшін өзің мәз болып бірдеңен бәр нәрсең түгел болған сияқты мәз болып жүресің деп сұрайды да кейбіреулер. Мен айтамын, енді өзім жаратылысым сондай шығар. Даже қасымдағы мынау бірге істейтін қыздар қатар отырған кезде бір сырттан адам кіріп, қатар отырамыз ғой, сол кезде сұрайды ғой. Бірдеңе сұрауға кірген кезде менен сұрайды да. Үлкен отырсын, кіші отырсын, менен сұрайды. Сөйтсе қасымдағы қыздар айтады да, неғып осы саған ғана қарайды дейді, сен үнемі күліп отырасың, мәз болып, сосын сенен сұрайтын шығар, жылы болып тұрғансың дейді. Күйеуіңіз бар ма негізі? Бар. Күйеуіңізге рахат шығар. Постоянно күліп жүрген жақсы ғой. Айтпасам әйел адам үйде ыдыс-аяқ сақырлап, қабағын түйіп, үйге қонаға келуге қорқып, мысалы әйелін қабағына қарап жүрді. Сіз постоянно күліп жүрсіз. Қайдан білесіз олар? Телевизордан көргем, өмірден көргем. Өмірден көргенсіз ба?
ұстазымыз Темірбек Қожакеев күлкі күштілердің қаруы деп айтатын, үйрететін бізді. Күлген адам қашанда өмірді жеңіл Дұрыс өткізеді. айтасыз. Өмірдің қиындықтарына жеңілірек қарайды, кішкене түсінбейді емес, жеңілірек қарайды. Егер Легкомысленно қабағын қараймын, түйіп сен пессимист бола берсең, қараспан үстінен төне береді. Иә. А күліп жүрген, жымиып жүрген адамға қашанда адам жақсы қарайды. Қайта Маңдайы сөйтіп күліп қасқайып, жүріп, иә. иә, жақсы жадырап тұрады адамның жүзі мысалы. Бірақ бар Сондықтан ғой. да күлкі күштілердің қаруы болатыны сол. Қай-қайсыңыз өздеріңіз байқасаңыздар, егер кез келген бір қиындықтың өзінен жақсы нәрсе тауып алуға болады. Кез келген қиындыққа күліп тұрып қарасаң, қасқайып тұрып қарасаң, онда жеңіл өтуге болады да. Баяғы біздің идеологияда маңдайыңа анау оқты кезеп тұрып, атайын деп тұрған кезде күліп қарсы алу керек деп. Сол сияқты күлкі күштілердің қаруы деген. Күліп жүрейік ағайын. Шымкент жақта автобус келе жатқан кезде балалар айтып берді, рас болған оқиға ғой. Бәріміз автобуста күліп жібердік дейді жаңа. Таңға сағат 9 кезінде шаршап келе жатқан ғой, бір ауылдан бір ауылға Шымкентке қарай кетіп бара жатқан кезде. Сөйтіп бір ақсақал кіріпті де автобустың ішіне ассалаумағалейкум деген ғой, амандасады ғой. Бәрі ұйықтағылар келіп үндемей отқан ғой. Ақсақал маңайына ассалаумағалейкум деген ғой, үндемейді де. Сөйтсе атам бүйтіп қарап, атаңа нәлет автобуста адам бар ма десем ешкім жоқ екен ғой деп айтады дейді. Алар күліп жіберді. Амандасып. Күлкі ғой. Хан Қожанасырды шақырып алып сұрапты. Мына ақындардың барлығы, философтардың барлығы өмірді жалған дейді, жалған деп ойға батып, түңіліп жүреді. Осы серік не қылған бітпейтін дарақы күлкі деген ғой. Сол кезде Қожанасыр айтады дейді, Ханеке, егер шынымен өмір жалған болса, 5 күндік өмір болатын болса, ақыры өлетін болсақ, онда күңірен түңіліп өлгенше күліп жүргелейік деп айтады дейді. Сол сияқты жаңа сіздің айтқандарыңыздың жөні бар. Қалада ауылға барсаңыздар жетісіп қайтасыз дейді. Өйткені неге? Қазір қалада тұратындарда әлеуметтік стресс басымдау. Олардың қазіргі өздерінің тірліктеріне көңілі толу қиындау. Мысалы қарап тұрсаңыз, анау бір нәрсе тындырып жатыр, мынау бір нәрсе қылып жатыр. Ананың басында мүмкін несиесі бар шығар, анау шығар, мынау шығар деген сияқты. Адамның барлығы бір әйтеуір өлермендікпен бір нәрсеге ұмтылады да, соған жете алатыны бар, жете алмайтыны бар, жаңағыдай әртүрлі бір сөзбен айтқанда әлеуметтік стресс көп. Сондықтан олардың жаңағыдай еңселері төмен түскен, жаңағыдай жүздері солыңқы деген сияқты. Ал ауылда не? Ауылда деген жаңағыдай аналар сияқты бір өлермен тірлік жоқ, кәдімгі қарапайым өмір, аспанға қолын созып жатқан жоқ, кәдімгі өмірмен бірімен бір ойнап күліп жүреді мысалға. Солай. Енді бір нәрсе айтқым келеді. Бізде енді мысалға жаңағыдай Беке сізге, жаңа Алмат аға сіздерге. Енді бұл жерде жаңағыдай сіздер енді өздеріңіз жазасыздар, өздеріңіз жаңағыдай өмірден аласыздар ғой. Қарап тұрсаңыздар енді, бірақ енді сіздерге мен бір идея айтқым келеді. Мысалға қазақ әдебиетінде күшті шығармалар бар да. Мысалға Бейімбет Майлиннен бастайтын болсаңыздар, Бейімбеттен бері қаратай қарасаңыз, мысалы Бейімбеттің анау жаңағы Қадыр түнгі кереметінен бастап бері қаратай тартатын болсаңыздар, мына біздің Дулат Исабековтің шығармалары қандай керемет, жаңағына Тынымбай Нұрмағанбетовтеріңіз бар. Сол сияқты Дулат Исабеков қырғын ғой көп, иә. Соларды мысалға солардан іздесеңіздер, мен мысалға өзім соларды оқып отырған кезде, өзім бірден қай шығармалардың бір сахнаға келіп тұратынын көзім жетіп тұрады, былай біліп тұрамын да. Мысалға ана кім Нұржан Төлендиевті Тука қылған рөлі бар ғой, мысалы, Тука қылған. Сол мысалға Уәлибек ағамыз өз атынан жариялап жүрді, біз енді сондай бір қиынды жақтары бар ғой, өз атынан жариялап жүрді. Ол негізі тура сол қалпында ол Дулат Исабековтің ескерткіш операциясы деген шығармасы. Мысалға қарап тұрсаңыз, бір ғана шығарманың өз қандай мысалы Шаншар театрында не берді? Сылаң қыз да жүреді, онда интермедиа болып ойналған Сылаң қыз бар. Ондай шығармалар қойылып жүрген көп, бірақ бізде көп емес қой, оны қайталап қоя алмайсың оны. Ондай шығарманың біздің бір жаман жері мысалға, интермедианың біздің сатираның бір жаман жері. Бір қойдың ба, оны қайталап қоя алмайсың. Оны қайталап қойсаң, ол өтпейді халыққа уже. Біреудікін болсын, өзіңдікін болсын қайталап қоя алмайсың. Үнемі іздену керек. Үнемі жаңа дүниені беру керек халыққа. Мысалға біздің халқымызда әзіл әндер бар, қалжыңға құрылған әндер бар, иә? Осы толық бір зерттелмей жатқан дүние секілді болып көрінеді. Мысалы, сіз қаншауын білесіз солардың? Біз кейінгі кезде дәстүрлі әнші деген елдер, сол бір әншілердің барлығы философтар, болмаса бір сол өткен кеткен өмірден бір қайғырып, сол 19-шы ғасырдың бір етегінде жүрген сияқты психологияны қабылдайды да, дәстүрлі әнші деп. Бірақ сол әндердің көпшілігі қазір 70%-80%, болмаса бір 60%-дай әзіл қалжың әндер көп. Бағанағы айтып отырған сияқты қыз балаға айтылған, қаншама айтыстарымыз бар, тартыс. Бірден үзінді келтіріп жіберсе қайтеді?
арағым айналайын келдің қайдан ал үйрек алма мойын шарсайдан қарағым мекеніңді айтып қойшың адамның жат болмағы осындайдан қалдау қыз қайда бой қыз қайда қара жолма дегенім суырылды із болдай ала жаздай нәр таппай іздегенім қыз болды ойбой қыз қайда ойбой қыз қайда қыздара есің алсаң ала алмасаң қой мен дағы өлердеймісің шіркін ай өкілді кәмшат бөркін ай ой пәләй осылай ма едің ау қыздар ой пәләй ләкин тілге тиек еткен дүниелерді қазір айта алмаймыз, солай ма? Айта алмаймыз ғой. Неге айта алмаймыз? Ол классика болып қалды, ол кәдімгідей бізде. Сол ғой бізде. Сол заманның күлкісіне, мысалы үшін осыдан бір 10 жыл бұрын біз күле алмай тұғымыз. Енді біздің сол кезде күлдіргенімізге ел күлді, ал қазір біздің күлдіргенімізге қазіргі жас күлмейді. Қазір мысалы жастардың театрында бұл жастар күліп жатыр. Ертең ол да кәртейеді. Әр нәрсенің өсетін. Әр заманның өзінің күлкісі бар, солай ма? Біздің қазір жастар неге күледі екен? Жастардың өзінен сұрайық. Неге күледі? Қазір жастар не болса соған күле береді ғой. Ал тыңдайық. Қазіргі театрлар көп, соның ішінде базар жоқ, әзіл әлемі, соның шаншар театрларына